Бізде елімізде белгілі бір деңгейде дін саласында мамандарды дайындайтын жүйе қалыптасты. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мешіттердің жанында жыл сайын жазда өтетін имани жаз курстарынан бастап республика бойынша бүгінгі таңда 10 шақты қарилар дайындау орталығы бар. Кейін зайырлы сипатта жұмыс жасап жатқан, типо жүйесі бойынша жұмыс жасап жатқан медресе колледждер бар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты. Кейін жаңағы біліктілікті арттыру институттары қызмет жасайды. Атап айтқанда Астана қаласында Хосамудин атындағы институт бар. Сонымен қатар Алматы қаласында имамдардың біліктілігін арттыру институты бар. Ал енді жоғары білімге келетін болсақ, осы дін саласында Орта Азия бойынша теңдесі жоқ Нұр-Марак университеті қызмет етіп жатыр. Бакалавр деңгейінен докторантура деңгейіне дейін жоғары білікті мамандарды тарта отырып студенттер оқытылуда. Бұл жерде тағы да бір ата кететін жағдай, мысал бұған дейін студенттер немесе жастарымыз шетелге тілді үйрену қажеттілігімен шыққан болса, бүгінгі таңда университет екі елдің арасында келісімшартқа негізделе отырып 20-дан астам араб ұстаздарын осында жұмыс істеуін қамтамасыз етіп отыр. Бұл өз кезегінде тілдік ортаның университеттің ішінде қалыптасқанын көрсетеді. Студенттерге тілді үйрену үшін шетелге шығу қажеттілігі жоқ. Себебі араб ұстаздар бар, олармен тікелей арабша ғана сөйлесу керек. Сонымен қатар шетелде де өзіміздің отандық білім беру ұйымдарында да білім алған жақсы ұстаздар осы университет аясында жұмыс жасап жатыр. Бұл өз кезегінде әрине сала мамандарының жақсы сапалы білім алуына бағытталған. Осы салада жұмыс жасай отырып студенттеріміз біздің діни ахуалдың тұрақтылығына белгілі бір деңгейде өз үлестерін қосып жатыр.